Шығыс хан патшалығының соңында сарышыттылар көтерілісіп бұрқ ете түсіп, 8 айдан кейін тыныштанды. Алайда сіңісті дағдысын өзгерте алмаған ұлы хан патшалығы мұнымен оңала қойған жоқ. Заманымыздың 189 жылы 14 жасында Лю Биен таққа отырды. Оның нағашы жұртынан билік ұстаған Тайсанғын Хажин сарай әтектерінің үстемдігін түбегейлі талқандау үшін Геншаудың насихаты бойынша Доңжоға қол бастап елордаға кіру туралы құпия бұйрық берді. Үш бектіктің 100 жылдан асқан аласапыран билік таласы не осылай басталды. Заманымыздың 189 жылы Доңжо Лю Биенді биліктен тайдырып, Чен Лю Ваң Лю Сені таққа отырғызды. Ол хан Сянди атанды. Доңжо өзін бас уәзір атап, патшалықтың бар билігін уысына түсіріп, дүйім халықтың қанын қайнатты. Сонан бүкіл ел көлемінде әділет күресі басталды. Алдиярдан жарлық. Төрелер бас уәзірді ордадан шығарып салсын. Бас уәзірге ілтипат! Салт аяқта да қайтыңдар! Дәт аба, бүгін бас уәзір Уаңның абаның туған күні еді. Уаң аба сарайында дастархан жайып отыр. Сізді шақырады. Уаң бас уәзір Доңжоны шақырды ма? Білдім. Бас уәзірге сәлем айт. Мен сөзсіз барамын. Сөзсіз барамын. Балетек. Сауаба. Мен тосқалы қашан. Маған айтатын хабарың жоқ па? Әлгінде барлығының құлағына сыбырлап шықтың. Маған айтарың жоқ па еді? Жоқ әлде мені алымсынбай тұрмысың? Ақылман аталық, байқаған шығарсыз. Уаң бас уәзір туған күн қонағасына марқұм патшаның уәзірлерінде шақырыпты ғой. Солай болады ғой. Менің ойымша Уаң бас уәзірдің мұна қонағасы мүлде. Үйен аба. Сау мұңды. Онда біз қайта берейік. Бара беріңдер. Ой-бой, барлығымыз патшалықтың уәзірлеріміз. Бірақ кейбіреулер менімен бірге болғанды намыс санайды. Маңда арасында көреген екенсіз. Ақылман аталық. Егер қорашсынбасаңыз, қасыңызда серік болып жүрсем болар ма екен? Айтқаныңыз болсын. Қанеки. Ақылман аталық. Бүгін Уаң бас уәзірдің туған күні ме? Көреген ғана емес, сақ құлақ екенсіз. Бас уәзірдің хабарын жеткізіп жүрген Балатек барлығыңызды шақырғанда мені қалайша қағыс қалдырады? Марқұм патшаның уәзірлерін менен артық қадірлейтін кім бар дейсіз? Әсіресе Уаң бас уәзірге құрметім айрықша. Жауап беруден бұрын сізден кеңес сұрайыншы. Құлағым тәліміңізде. Өзіңіз айтпақшы, Уаң бас уәзір қонақ шақырғанда сізді қалайша ұмыт қалдырады? Жөні бар. Онда
Менен ақыл сұрамай-ақ қойыңыз. Менше, ығай мен сығайларды патшаның шапағатына бөлінгендерді шақырды ғой деймін. Ал сіздер үшін мен әтектерден кейін тұратын қарадан шыққан қара табаммын. Сіздермен дастарқандас болған қайда? Апырай, осыны білгеніңіздің өзі оңай емес. Алайда басқа да себебі бар. Янаба, маған расында айтқызғалы тұрсыз ба? Бірге жүрем деген өзіңіз. Жолың бір болғанымен, ойың бір болмаса, жолдастыққа сәнің не? Жарайды. Ендеше айтайын. Шақырылғандар шетінен марқұм патшаның уәзірлері. Әрі Уаңйын бас болған топтың сенімді адамдар. Ал мен сіздер үшін қалғырт итаршы, қабаққа қараған қарақшы ғанамын. Өй, неге тоқтадыңыз? Айта беріңіз. Қалай құлғырт болдыңыз? Кімге итаршы болдыңыз? Кімнің қабағына қарадыңыз? Сонда сіз кімнің қарақшысы болдыңыз? Ел сатқаны Дұңжоның? Ақырын сөйлесеңізші. Не болды Янаба? Ел сатқаны сұлтандар мен төрелердің шырқын бұзып, шыдамын тауысқалы қашан? Тапа-тал түсте патша сарайында дауыстап айта алмайтындарыңыз қалай? Ha? Мынау алтын сарайды қасиетті жер деп қарайсыздар. Сонша көп салауатта сұлтан төрелер қарадай қалтырап, кірерге тесік таппайды. Мен осыдан ненің ардақты, ненің қораш екенін, ардақты мен қораштың басқа бір мәнін түсініп жеткендей болдым. Түскіріктің өзі кереметтім деп жүргендерді састырады. Сен! Сен! Аба келді. Marhamat. Qaneki. Marhamat. Aba. Qaneki marhamat. Qani. Avaylamiz. Bayqa. Уаң Сұлтан, жасыңыз алпыста келіпті. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Рахмет. Qaneki. Жарайды. Marhamat Qaneki. Kelip болды ғой деймін. Ләппәй төре. Шақырған қонақ тегіс келіп болды. Жарайды. Қақпаны жабыңдар, шамдарды өшіріңдер, күйді тоқтатыңдар. Түнгі шарлаушылар секем алмасын. Ләппәй. Ақыл шағыңыз құтты болсын. Көпшілік, Qaneki. Marhamat. Кристалл ұжымы Сезім кино каналы ұсынады. Қонақ келді, есік ашыңдар. Төрем, біреу ертауыл аламан басы цау-цаумын, сізді құттықтаймын дейді. Біз оны шақырмағанбыз. Цау-цау? Цау-цаудікі жолсыздық, оның беті не деген қалың еді, а? Дұңжо ел ордаға кіре сала, цау-цау соның қолтығына кіріп, құрша жорғалап, табанын жалап, барлығымыздың бетімізді жер қылды ғой. Солай, алғашында күн аралатып құлшылық ететін. Қазір таң атқаннан кеш батқанша қасынан қалмайтын болды. Дұңжоның нағыз итаршысын айланды. Оны Дұңжоның өкіл баласы десе болғандай. Вәзір, сау-сау Дұңжоның көз құлағы. Сол үшін тың-тыңдағалы келді.
Қажеті жоқ. Менше сау-сау Доңжоның итарышысы емес. Кемінде басқаның шылауында болғысы келмейді. Сау-саудың арманы асқақ, көріністі көлгірсігенімен бір бармақ ішінде. Байқаймын, соның бөтен ойы бар сияқты. Сөзімізге көшейік. Менің 60-қа толғанымды құттықтаймын деп ашық айтып белсе, мен оны қайтып қуамын. Дарға. Бармын. Есік жақтан орын дайында. Үстел қойып, шам жақта сау-сауды шақыр. Хоп. Сау аба. Бас уәзір сізді дастарханға шақырады. Баста. Қанеки, мархабат. Пақырыңыз 60 жасыңызды құттықтай келіп тұр. Рахмет. Қане, дастарханға келіңіз. Шақырмаған жерге несін деп? Пейліңізге рахмет. Қане, көтерейік. Қанеки. Ой, бұрай, жақсы шарап екен, Көпшілік, бүгін менің туған күнім емес. Керісінше, азаны күнім десем болады. Мен туған күн деген сылтаумен сіздерді лашығыма шақырып айтпақшы болғаным. 400 жылдық тарихы бар ұлы хан патшалығы хан үстінде тұр, ел басына күн туып, ақыр заман орнады. Бұтқаналар ойнаққа айналып, ел тізгіні әккілердің қолында кетті. Көктің ұлы масқараланып, ұлықтар қорлық көрді. Іште Доңжо орданы билеп төстесе, сыртта бас-басына би болған озбырлар елдің тыныштығын кетіріп салтты бұзды. Күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылып, қан жұтып қасірет шектік. Оның сыртында Доңжо күнде-түнде ордаға кіріп, патша төсегін арамдап, ханымдар мен канизактарды аяқ асты етіп, қайуандық істеп жүр. Сау-сау, неменеге күлесің? Өңшің ер азамат. Қалайша қатындар құсап жылайды деп, соған күліп отырмын. Сіздер қасқарайғаннан таң атқанша жыласаңыздар. Доңжо қарақшы өле қылама? Сонша зор сөйлейтіндей, қандай амалың бар? Асқан өнерім жоқ. Алайда көзді ашып жұмғанша Доңжоның басын алып шаттық сарайына сыйлауға қауқарым жетеді. Келіңдер. Мынау әлінен әптен асқан екен. Сарайдан қуып шығыңдар. Ай, түрегіл, түрегіл. Жүр. Тұра тұрыңдар жылғыламай. Бас уәзір дәтімді тыңдаңыз. Айт. Сіз ескішіл болғаныңызбен. Мұнда арақтың әкесі бар екен. Ескішіл сізге қор болған қайран арағай десеңші. Өкінішті. Сүйреп әкетіңдер.
жүр тез. Амал нешік қайран арасы қор болған ай. Жүр, жоғал ай. Жоғал көзі, жоғал. Өңшің тобыр. Барып тұрғанан жақ. Жіттер. Саусаңғын. Мойын бұра кетіңізші. Саусаңғын? Аунап тұрған қарғаның қаз болғаны ма? Дәлекіс сау қалайша саңғын бола қалады, а? Стараның дүзіндей аударылған дүние-ай. Қара табанғұл, айтарың бар ма? Саусаңғын, қожайыным мені сізден ғапу өтінуге жіберді. Қожайыным айтады, қонағаста түрлі түсті адамдар бар. Ондай жерде Дұңжоның басын алусын айту қолайсыз. Сондықтан ашу шақырған болып, Саусаңғынды қуып шықтым деді. Сізді қорғаған ғой, Саңғын. Кітап бөлмесіне барып, тоса тұрыңыз. Қонақтар кеткен соң, қожайыным өзі келіп сізден кешірім сұрайды. Уаңайынның кісілік осындай еді ғой. Жарайды, кітап бөлмесінде тоссам тосайын. Алайда қонағаста қарақтан екшейнеге келіп бересің. Бос қотырам ба? Баршылық, жарайды. Мыңды бауырым. Мыңды бауырым. Көп тосып қалдың ау. Мен қатталаңдадым. Тағзым етіп өзіңнен кешірім сұраймын. Бас уәзір, не деген кішпейілсіз? Сұлтандар мен төрелер қайтып кетті ме? Жағана тарады. Дастархан үстінде адам көп, ашылап айтуым қолайсыз болды. Мыңды бауырым. Қарақшыны жазалайтын айлаң рас бар ма? Әрине бар. Мархабат. Қанеки. Емді сатып, мәртебе алайын депті. Көлгірсіп, ұпай жияйын депті жүркем жоқ. Дастархан басында сұлтандар мені қате түсінді. Қарақшының қолтығына кірудегі түп мақсатым, оның көзін жою. Қайтып жоймақшысың? Аба, мен ел сатқына Дұңжоның сеніміне әбден ие болдым. Уәзір сарайында қорғаушылар жыртылып айырылады. Қорғанысы да өтем мақам. Ал мен сарайға емін еркін кіріп шыға беремін. Дұңжо әдетте іш киімінің ішінен саут киіп жүреді. Жайған жармен оның жанын алу мүмкін емес. Былтыр көктемде Уфудың өткір семсермен Дұңжоны өлтірмек болғаны есіңізде ме? Семсері саутты тесе алмағандықтан еңбегі еш болып, тұқымы тұздай құрмады ма? Сонда сіздің ойыңыз? Естуімше мирас болып келе жатқан 7 жұлдызды асыл қанжарыңыз бар екен ғой. Ол асылды бауырша турай дейді, солай ма? Сол асыл қанжарыңызды бере тұрсаңыз, оны қойныма тығып Дұңжоның сарайына кіріп, орайын тауып, оның қанын судай ағызсам ба деймін. Дұңжо өлсе, Чильян қолы бассыз қалады да торғайдай тозады. Сонда ұлысыңыз оп-оңай жүзеге аспай ма? Сарайда қол жұмсаймысың? Мыңды бауырым, бұлай тәуекелшілдік істесең аман шыға алмас бекенсің. Ел үшін мерезді аластасам, бас амандығым неге тұрады дейсіз? Дұңжоның басын алып, қала қақпасына ілсем, онда менің атым тарихқа қалмай ма? Егер басын ала алмасам, қақпаға ілінетін мына менің өз басым болмақ.
Сонда да тайнарым шақ. Сау мыңда, сау саңғын. Егер шендеттің басын алсаң, еңбегің жалпақ жұртқа жайылып, атың тарихқа қалар еді. 400 жылдық тарихы бар ұлы хан патшалығының тағдырын өзіңе тапсырдым, мыңды бауырым. Онда асылған жерді алайын. Тұра тұрыңыз, мыңды бауырым. Андағыны 7 жұлдызды асыл қанжар деп тұрсыз ба? Мынау емес пе? Тұра тұрыңыз. Заманымыздағы қанжардың сетері осынша қарапайым болады деп ойламаған екем. Әлемдегі асылдың қасиеті тек оның қарапайымдылығында ғана емес. 3 күн ішінде бұл қанжардың атын тарихқа жазып, Донжоның қанын судай ақсам. 400 жылдық тарихы бар ұлы хан патшалығын сау саңғын өзіңізге тапсырдым. Кристалл ұжымы Сезім киноканалы ұсынады. Ертауыл аламан басы уәзірге сәлем бергелі келді. Мархабат аба. Мен қару алдым ба? Неге тексеріп көрмейсің? Сырт адамды тексереміз. Тартынбай-ақ қойыңыз. Мархабат аба. Бас уәзір, кешіріңіз, кешігіп қалдым. Ей, маңда? Келдің бе, жарайды, кел. Маңда, мен саған таныстырық баяйын. Мынау менің өкілім Лүйбу, қосыл қаты фыңсян. Силияңнан қол бастап, ел ордаға келгені осы. Лүйбу саңғынның атайгілі, есімі елге таныс. Жұрт жігіттің сарасы Лүйбу, аттың жақсысы қоян тор дейді екен. Оның үстіне қолыңыздағы ақинақ сирек кездеседі ғой. Бетіңізге түзу қарайтын адам баласы шықпас. Фыңсян, естідің бе? Мана сау бар ғой, ауыздыға сөз бермейді. Мыңды мақтауымдастырдыңыз. Олай болған қайда? Ой, мыңда, сен өзі қайда жүрсің? Сені тосқалы қашан? Жолда атым болдырып, зорға жетпедім бе? Мені кешіріңіз. Сен ертауыл аламан бассаң, қалайша тұлпарын болмайды? Білмейсіз ғой. Көктемнен бері қуаңшылық ауырлап, ел ордада астық тақа таусылып, жем-шөп сарқылды. Сондықтан атым бұрлығып жүре алмай қалды. Онда болмады. Қайтып болады. Басқаның аты ашықса да, маңдының аты ашықпауы керек. Шилияңның қан көбік тұлпарын әкеліп едім. Фыңсян, соның біреуін мына маңдыға мінгіз. Жарайды. Әуре болдыңыз саңғын. Рахмет бас уәзір. Әй, мыңда. Кел. Екеуміз әңгімелесейік,
Мыңдай шығаны. Сен әлгі Юанчау, Юанбінчумен таныссың ба? Юанбінчумен бала кезімнен таныспын. Бірақ ол дегдар мен қарашамын ғой. Юанчау қызталақты қалаға кірісімен жайратып салсам болғандай екен. Атағы бар ғой деп алғашында көңілшектік жасаппын. Сол сүмелек Елордадан кеткен соң 18 бағыттың бектерін жинап көтеріліс жасап маған қайырла шабуыл жасағалы жатыпта. Бас уәзір. Одан қорқатын түкті жоқ. Оныкі құратақ қана. Асқандарыны жоқ. 18 бектіктің қолы Шилиян қолының шалымына да жетпейді. Либуды 30 мың атты жасақпен аттандырсаңыз, олардың ойран топырын шығарады. Ол ғой солай, дұрыс айттың. Либудан тыс менің тағы Ли-Жун Госы дейтін саңғындарым бар. Шетінен түгел жаужүрек батырлар. 18 бектіктің жасақтарын әуелі баудай түсіреді. Менше болғанда, ең маңыздысы осында өзіңіз отырсыз. Сіз қол бастағанда ханшин, ел оңағанда шауқы секілдісіз. Ұлы хан патшалығы құрылған 400 жылдан бері бүкіл әлемді аузына қарататын өзіңіздей ардагер болған емес. Саумыңды. Сенің сөзің айту адамды желпіндіреді. Мыңды, сенен тағы бір істі сұрайыншы. Сұраңыз. Әлгі сұлтандар мен төрелер көріністі көлгірсігенімен іштей атарға оқтары болмай жүр. Менің басымды кесіп алып қала қақпасына іліп қоюдың қамында. Олармен қатынасың жақсы ғой. Осы сенен сұрайынша, Юаншау көтеріліс жасаған соң, оларда бөтен қимыл бар ма осы? Ұлғаусар қимыл жоқ. Алдыңғы күні кеште бас уәзір Уаңйин 60-қа келген мерей тойын өткізді. Сұлтандар мен төрелер тегіс барды. Сіз үшін аңсаң дейін деп шақырмаса да дей бардым. Бірақ қуып шықпасы бар ма? Адам емес екен ғой. Барлық орданың нанын жеп. Ордадан жала қалады ғой. Солардың биттері әбден семірген екен. Бізді балағаттығынан басқаны білмейді. Бастарын кесіп алып сорпасына наншылап жемесем бе бәлем. Оныңыз бола қоймас бекен бас уәзір. Ұлықтардың еті қышқылтым келеді. Қышқылтым де. Еттері қышқылтым деп едің, мұна түсім өзі сырқырақ бетті ғой. Ойпырай, мұна лояң Шилияңнан ыстық екен ғой. Міне, жаз шықпай жатып ыстықтап өлетін болдық деші. Маңда, мен біраз көз шырымын алып алсам қайтер, Япырау, бас уәзір, абай болыңыз. Бас уәзір. Бас уәзір. Кристалл ұжымы Сезім кино каналы ұсынады.
Ай, маңда не болды? Бас уәзір. Жақында қолыма 7 жұлдызды баға жетпес асыл қанжар түсіп еді. Мұндай асыл зат маған жараспайды. Ал сіз болсаңыз, қаруға қатты қызығасыз. Құл! Пақырыңыз сізге тарту етпекші. Қане көрейінші. Мынау әдеттегі қара темірден соға салған бірдеңе ғой. Қалайша асылған жар болады? Бас уәзір, бері келіңізші. Тәңірім, осындай асылған жар болады екен-ау. Керемет. Теңдесі жоқ керемет. Мұндай асыл қанжар кімге жарасады? Тек өзіңіздей асыл задалар ғана ұстаса, құп жарасады. Маңда, сенің қалтқысыз адалдығыңа мен рахметімді айтам. Мейір шапағатыңыздың қарымшысын қайтыра алмаймын ба деп алаңдай берем. Маңда! Лейсанғын, не жұмыс еді? Маңда, ұмытып қалдың ба? Бас вәзір саған тұлпарсың демеді ме? Міне, мына тұлпар қандай екен. Өзім таңдаған Силияның қан көбік тұлпары. Күніне 800 шақырым жол басады. Расында нағыз тұлпардың өзі екен. Бірақ маған обал ғой. Мыңды туыс бұл сөзің артық. Ер қанаты ат қой. Мініп көрсем бола ма? Қанеки? Мыңды туыс. Бұл аттың мінезі жаман шәркес. Жігіттің жігіті ғана тақымына көндір алады. Қане сынап көрмейсің бе? Жарайды. Өкіл әке. Әй, Фаңсиян, сен сау-сауды көрдің бе? Жаңа сарайдың алдында жолықтым. Мен оған тұлпар әкеліп бердім. Ол тұлпарға мінді де құйындатып кетіп қалды. Әй, Фаңсиян, сау-сау жаңа маған асыл қанжар ұсын деуел. Қараша, бұл теңдесі жоқ асыл екен. Әншейін темірді ағашша жонып тұр. Қарашы міне, мысайнан екіге бөлді де тастады. Бұл расында теңдесіз асыл екен. Өкіл әке, маған беріңізші, ұстап көрсем бола ма? Асыл. Асыл екен. Сау-сау мұны 7 жұлдызды қанжар дейді. 7 жұлдызды? Өкіл әке, бас вәзір Ван Юнның сарайында ұрпақтан ұрпаққа мұра болып келе жатқан 7 жұлдызды қанжар бар деп естіп едім. Мынау сол болмасын.
Ваңйын? Өй, сау-сау жаңа Ваңйынның 60 жастық мерейтойына барып едім. Мені қуып шықты дегені қайда? Олай болғанда ата-бабасынан қалған қанжарды оған қалайша беріп жүр сонда? Болмады. Сау-сау мені өлтіргелі келген екен. Өкіл әке, артық күмәнданбаңыз. Ай, артық күмәндейді. Талай жылдан бері осы сақтығымнан аман есен келемін. Қанды қол менің маңайыма келді болды. Мен сезіктене қаламын. Есіме келді. Жаңа сау-саудың жүріс-тұрысы сөлекет. Қанжарды маған ұсынғанда қолы дірілдеп тұрғандай сезіліп еді. Оның үстіне шын ниетімен ұсынғысы келсе келе сала маған неге бермейді? Қолайша көзім ілініп кеткен кезде береді. Егер қанжардың жүзі мұсайнаға шағылысқанда мен ақырып қалмаған болсам, мана қанжар арқамнан термеді әлде қайтереді. Ол менің даусымнан шошып кетіп, қанжарды ұсына салған болды. Келіңдер! Бас вазір. Сау-сауды дереу шақыр. Құп! Кім боласың? Аттан түс, тексереміз. Мен ертеул аламан ба сау-саумын. Бас уәзір мені шұғыл жұмысқа жұмсады, бұлай тұр. Қалақшаңды көрсет, тексеріп көрем. Уақыт шұғыл бас уәзірдің жұмысын ақсатсаң, басым кетеді, ергеймей бұлай тұр. Шы! Мәлімет! Бас уәзір, жаңа біреу, мен бас уәзірдің шол жарлығымен кетіп барамын деп шығыс қақпадан шығып кетті. Сізден елші жібердіңіз бе деп сұрай келдім. Ол кім екен? Ертауыл аламан басы сау-саумын дейді. Ол қанды қол, сатқын! Сау-сау, мені өлтіргелі келіпті. Жарлығымды жеткіз. Дереу 5000 күрікті жасағы тындырып, сау-сау түстіңдер. Ләппай. Кристалл ұжымы Сезім кино каналы ұсынады. Өкіл әке, ат жасақты бастап барып, сау-сауды ұстап алып келейін. Әмір етіңіз. Функциан, мына қанжарға қызығып тұрған шығарсың. Ондай ойдан садаға кетейін. Ай, қызығасың ба деп сұрап тұрмын. Аламысың дегем жоқ қой. Төт айт, қызығасың ба? Пақырыңыз қызығады ғой. Онда саған бердім. Алайда бір талабым бар. Тап, осы қанжармен сау-саудың басын кесіп әкелесің. Ләппай. Жүр! Ah!